Бір араб шөл далада дауылды күні жол жүріп келеді екен. Түйесіне 2 қанар жүк артып, оның үстіне өзі жайғасып алыпты. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Жол жөнекей оны бір жаяу жолаушы көріп қалып, «Қайдан келесің, қайда барасың? Қабыңда не бар?» деп жөн сұрады. «Бір қабымда бидай, екіншінде шөлдің құмы бар» деді араб. «О, тоба, құмның не керегі бар саған?» деді жолаушы. «Теңдік үшін» деді араб. «Ендеше құмды төгіп тастап, бидайыңды 2 қапқа бөліп сал. Түйеңе жеңіл болады, жүрісің өнеді, әрі жолың қысқарады» деді жолаушы. «Ойпырмай-ай, сен сонда данышпансың ба? Мен саған ақмақ болып көрініп тұрмын ғой. Сонша ақылды болсаң, неге аш-жалаңаш әбіржіп жаяу жүрсің? Соны айтшы. Қаласаң, сені де баратын жеріңе жеткізіп тастайын. Отыр жаныма, әңгіме айтып, жол қысқартамыз. Айтшы қане, Құдайдың саған берген даналығын. Мүмкін сен патша боларсың, немесе халифтің сүйікті досымысың?» деді араб. «Патшалар жалғыз көйлекпен жүрмейді. Үстімдегі жамау киімді көріп тұрсың. Қанша бас түйе, жылқы, сиыр, қойың бар?» деп сұрады араб. «Ештеңем жоқ. Мені алдай алмайсың. Шамасы теңіздің арғы жағынан сауда жасап келген көпес боларсың. Айтшы досым, дүкенің базардың қай жерінде?» «Ешқандай дүкенім жоқ» деді ол. «Ендеше бай мырзаның бірі болдың ғой. Болмаса даналықтың дәнін тегін сеуіп жүрген ілімі жоғары ғалым шығарсың. Естуімше, ілімі жоғары кісілер мысқа дем салып жіберіп, алтынға айналдыра алатын қасиеті бар дейді» деді араб. Жолаушы оған: «Құдай ақы, ондай кереметім жоқ. Басына бақ қонбаған бір бейбақпын. Мен секілді пақырлар бір үзім нан үшін жер-көкті шарлап жүре береді. Ал айтып отырған даналығым өмірде көрген неше түрлі азаптан жиған тәжірибем» деді. Араб оған: «Ендеше неменесіне білгірсіп тұрсың? Аттылы адам жаяудан ақыл сұрамас деген. Бай кедейдің кеңесіне мұқтаж болмас. Бойыңдағы кедейліктерді жығып кетер. Әркім өз жөнімен кетсін. Сен алға жүрсең, мен артқа жүрейін. Бидайым бұрынғыша 1 қапта, құмым 2 қапта жата берсін. Ақылды боп жаяу жүргенше, ақымақ боп түйемен жүрейін. Ділмәрсіп аш-жалаңаш жүргенше, ақылсыз боп жібектен көйлек киейін» деді араб. «Мейлі, мен ақымақ болайын. Құдай ақыл мен алтынды бір басқа қатар бермейді» депті жолаушы. Құдай ұрған қарғыстың ең жаманы: өзің білме, білгеннің тілін алма деген. Кейбір надандар ақылды тыңдаудың орнына керексіз құм секілді дүниенің артық салмақ етіп, босқа арқалап жүреді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.